Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызды алып, суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Оған бір қасық дрожжымызды салып, үстіне бір қасық құмшекерімізді салып, бір қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, осыған қамыр илейміз. Үстіне сұйық майымызды қосамыз. Енді осыған қамыр илейтін боламыз. Қазақша контенттердің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, маған тіркелмесеңіздер тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер. Жақсылап араластырып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Осыған аздан ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Пиццаның қамыры өте керемет болып шықты. Бір жасағаннан өте тамаша болып шықты. Осылай ұнымызды аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болдым. Енді қолымызды жаңағы майлап алып, астына бетіне май жағып, үстіп 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Яғни қамырымыз көтергенше бетін жауып қалдыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қамырым өте керемет болып ашыды. Енді осы қамырды екіге бөліп алып, өздеріңіз көріп тұрғандай екіге бөліп алдым. Сөйтіп осының бір бөлігін жаятын боламын. Осылай қамырымызды жаятын боламыз. Жайып жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Тапеншемізді майлап, осы қамырымызды осыған салатын боламыз. Шетін осылай жасасаңыздар әдемі көрінеді. Осының бетіне енді кепчук пен майонезді жақсылап араластырып жағатын боламын. Өздеріңіз соус дайындап, соуспен алмастырсаңыздар болады. Мен енді кепчук пенен майонез жағып жатырмын. Осылай сырымызды түркіден өткіздік. Енді соны түркіден өткізген сырымызды қойып шығатын боламын. Сырымызды орналастырып болған екен, колбасамызды осылай жіңішке қылып турап, осылай орналастыратын боламын. Екі қамыр шықты, екіншісі 4 бұрышты листіге салдым. Оны да осылай орналастырдым.
кепшук пен майонезді араластырып алып, бұны да осылай жағып шықтым. Өте керемет пицца болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай екінші листімізге де осылай сырымызды, түркіден өткізген сырымызды орналастыратын боламын. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептім видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп кетіңіздер. Осылай бетіне колбасамызды орналастырамыз. Сөйтеміз да духовкаға 20 минутқа қалдыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай керемет пицца дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.